Hey, bәріне сәлемдестерсің бе? Санчо, бүгін біздер дейтін өзіміздің күлкілі, яғни ұят болған оқиғамды айтатын боламын. Жарайды достар, видеоны баста интро деп қойып кетсең, интро жоқ менде әзірше. Жарайды достар, бастай берейік. Неден бастасам? Өзімнің тумаластарыммен болған оқиға. Мен вообще айтайын, ол кезде мен дейтін, по-моему, 2016 жыл ма сондай болған. Ол кезде YouTube деген болған. Жоқ, TikTok деген болған. TikTokта мен дейтін өтірік ойына, ол кезде TikTokты ешкім білмейтін, но мен білетінмін. Оператордың көзінше айтамын. Вообще, мен TikToктан өтірік видеолар түсірем. Оны менің бір тумаласым білетін еді. Тумаласым бір бөлем білетін еді вообще. Сосын ол дейтін андай огромный ресторан бар емес пе? Андай той болып жатқан кезде соны қосады ғой. Қосады ғой. Жоқ, база жоқ сіздер. Нұрланы ұрладыңыздар, плагиатчик деп жатқан шығарсыздар. Но шынымен де ондай болған менде. Менде Нұрлан қоса өтірік видеолар түсіргем. Соны тумаластардың көзінше қосады ғой. Жоқ, сіздер үшін бір тупойский зат шығар, бірақ ан жерде заттар бар емес пе? Анау бар емес пе? Кринж, таза кринж оқиғалардың бірі ғой. Ан жерде түрім қарабет болды ғой, қарабет. Кейбіреулері күліп жатыр, кейбіреулер молодец деп жатыр, ол молодец. Вообще сондай бір ұят оқиғам болып қалды, күлкілі. Оператордың көзінше айтып отырмын. Боқта жүрген бейзайт. Келесі екінші оқиға, ол дейтін мен дейтін мектепте туалетте отқанмын ғой. Туалетте енді ішіңіз ауырады ғой, ішіңіз ауырады. Бір кез ішім ауырып кетеді. Шыдай алмаймын да, үйге дейін шыдайын ба деп. Шыдай алмаймын. Жоқ, басам содан кейін. Туалетке қарай қоңырауда басам. Бірден 5-ке дейін салып, 5-тен 1-ге дейін салып жүрем. Мен дейтін қатты жүгірсем жіберіп қоям. Сосын дейтін басам туалетке қарай. Бір кезде сол туалетте отырған кезде біреу кіріп келеді ғой. Біреу кіреді ғой. Еще ан жерде сіздер ойлауыңыз мүмкін, неге кілттеп алмайсың, мал кілттеп алмайсың деп. Ан жерде кілттейтіндей не жоқ қой, не? Не тану? 2000 years later. Вообще кілттейтін зат жоқ болды, вообще. Ан жерде досым тұр да, досым брат, шығып алайын деймін ғой. Кринж болды сол, жаман ұят болды сол. Ана бала, ұят болды де, соны көріп отырсаң, құлынбай көріп тұрсың ба, лайк бас, оны айтам. Үшінші ұят оқиға, ол тағы да туалетпен байланысты. Ол кезде мен, по-моему, осыдан 1 жыл бұрын шығар, 1 жыл бұрын, 2021 жыл. Мен дейтін, вообще, туалетке баратам, туалетке баратам ғой. Көбісі кілттей бермейді, ана мектепте, туалетте. Қалай айтсам, балдарда дейтін, кілттейтін зат жоқ та, қыздарда бар. Бірақ бар емес пе? Вообще кіріп баратам ғой. Есікті ашып басам, түсіп отыр ғой. Шықшы бір айтып, боқта жүрді ана маған вообще. Жаман болды, жаман кринж болды. Содан кейін үстіне бардым ғой, үстіне дейін бару үшін бір көп жол жүру керек болды. Но мен шыдай алмай бараттым. Бір кезде бұтқа так бітеді ғой, тамшысы, одан да жаман болады ғой, Оператордың өзі де күліп отыр, тамшысы ақ бітеді ғой,
вообще дейтін. Содан кейін ол сондай кринж болды. Төртінші жаман оқиғам ол бәріміз кішкентай болдық, кішкентай болдық. Бәріміз кішкентай кезім, по-моему, по идее бар емес пе, алтыда, по-моему, бірінші класс енді барған кезде мен Мереке деген досым болған. Сол Мереке деген досым дейтін мектептен дейтін келіп күтіп отқам. Бір кезде сол кезде жаңбырлы болайын деп тұрды. Содан кейін бір кезде ішім ауырып кетті да. Үйге барам, үйде дейтін қонақтар отырды. Бір кезде ана туалетке кіргенде жіберіп қоям ғой. Жіберем ғой кәдімгідей. Жаман болды ой. Еще ана жерде қонақтар бар ғой. Жылап тұрмын ана жерде. Еще бар емес пе? Бұтымды ашып кранға тығып отырып. Содан кейін жаман болды ғой. Ал содан ұят болып қалды қонақтан. Бір кішкене ұят болып қалды. Ал содан кейін ол кішкене ұят емес деп ойлаймын. Себебі кішкентай болдым мен. Жарайды, 5-ші оқиғаға кеттік. 5-ші оқиға деген, яғни арақпен маңызы. Арақпен маңызы. Вообще достар, менің тумаластарым бар. Тумаластарымның балдары бар. Ол, по-моему, неше? 5 жыл бұрын шығар, по-моему. Тағы да, или 6 жыл бұрын, 5 жасымда ма болған жағдай ол. 2 румка ішем ол. 2 румка. Көтер алмайым ғой мен. Көтер алмай ұйықтап атам ғой. Еще армес қонақ болып атыр ол кезде. Тұрсам бар емес пе, болып атырмын. Басым сынып кеткен ғой. Сосын папалар түсіндім ше. Жарайды. Арақ деген ішпеңіздер, сіздерге шын айтам. 2 румка ішкеннен кейін еще баламын ғой мен. Көтер алмайым. Ұйықтап қалам ғой кәдімгідей. Көтер алмай. Столдан құлап түсем ғой. Тумаласта. Бірақ бар емес пе, тумаласта балдары бар емес пе, мен тықып тастаған екен. Соларға рахмет айтты. Бәріне айтып отыр менде. Көретіндер көреді, көрмейтіндер көрмейді. Осымен достар, менің ұят оқиғаларым бітті. Негізі есіме түсіре алмадым. Пайда емес пе. Жарайды достар, подписывайтесь, лайк басып, комментарий жазып, колокольчик шертіп жіберіңіздер. Қалайсам болады енді. Подписывайтесь. Неше рет айттым. Давайте онда. Пау.